Баршаңызға қайырлы күн. Мен өте дәмді әрі ерекше болып пісетін вафлетін рецептісімен бөлісемін. Балалардың жеуіне де өте керемет болып шығады. Бұл вафлидің жасалу жолы өте ерекше. Неге дейсіздер ғой, өйткені бұл вафли газда пісіріледі. Ең алдымен ыдысымызға ертіп алған майымызды құйып алып, үстіне жұмыртқамызды жарып салып алып, барлықтарын разрехителімізді салып, кішкене ғана бір шымшым ғана тұзымызды салып, қантымызды салып болғаннан кейін жақсылап тұрып араластырып алып, ұнымызды өте қатты, күшті қылып, барлықтары бірдей болатындай қылып араластырып аламыз. Мінекей менің тапам осылай ескі, осы тапамызды қыздырып алып, екі жағында біртеп етіп пісіріп аламыз. Мінекей осылай әдемі болып шықты менің вафлилерім. Балалардың жеуіне өте дәмді, магазиндікінен де дәмі ерекше, жасалу жолы өте қарапайым, әрі ауыздың дәмін алатын болып пісіп шығады. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдағы уақытта менен қандай рецепт күтесіздер, комментарийға қалдыра өтіңіздер.